Шашылған. Тақаған біз. Бүгінгі күнде бір үлкен бір жаңалық болды. Мәселен, Ойнақ районында аэропорттың ашылуы. Бұл аэропорттың іске түсуі бір үлкен ынтамет берді. Себебі Нүкіс Ойнақ аралығы 200 километр, ал көріп тұрғаныңыздай Қарақалпақстан Республикасында көретін туристік зоналар жудайым көп, жудайым бай. Соның үшін көп туристардың жағдай уақытлар аз болған жылдарына қарап, именно қазіргі кіші авиацияның жолға қойылуы жүдә үлкен имканияттар қойылды. Бүгінгі күнде қазір қолайлы шариғат, мәселен машинамен Ойнаққа 3,5 сағат, 4 сағатта барған болсақ, қазір көріп тұрғаныңыздай ярым сағатта барып қазір көп нелер көрсек болады. Неге онда жатпайсың неге? Этот музей открылся в 2019 году. Здесь сохранены экспонаты, посвященные именно связанные с морем. На самом деле Аральское море никогда не замерзало. Но есть там озера пресноводные. Это Сарбасколь, Сарқамысколь. Bu yerda Mo'ynoqda o'zgacha nimasi bor? Ob-havosi, qishi sovuq, yozi issiq. Sezon paytida turistlar juda ham ko'p. Endi baribir bu yerda turizm turoqli, ya'ni устойчивый turizmni rivojlantirish kerak. Сейді ме? Сейді. Алла, сол. Сол мен саған күрчік бар. Көзіні? Шақырды көзбізді? Күрчігім жоқ. Кім бет тұр ма? Күрчік. Енді мен сол өзімнің қолымнан келген өнерлерімді жұмыссыз отырған әйел қызларға қолына келгенше үйрете аламан, қызығушылар болса, келіп үйренуіне болады, имканиятлар жаратып бере аламан. Келсін, үйренсін, қызыққан өнерге үйренген, қызыққан нелер, әйелдер келсін. Мы приехали из Ташкента посмотреть Аральское море, посмотреть кладбище кораблей, плато Устюрт хотели посмотреть, вообще регион хотели посмотреть, это очень интересно. Давно мечтали об этом съездить, никогда не были на Аральском море. Доехали до самого Аральского моря, это, как сказать, впечатление моря. Никогда не видели вот этого всего. Саму пустыню, то, что вот это все высохло море, вот эта вот местная фауна. Немножко другое ожидалось, худшее ожидалось, но получилось наоборот. Получилось море эмоций. Altı kanatlı karı, 8 kanatlı, tam tur. Осы көк көйлекті біздің Қарақалпақ қызлар ер жетіп басылағаннан бастап өздері қолда тоқып, саукелене көк көйлегін өздері тоқып, өздері
өзінің шеберлігін сол көрсетіп барған көккөйлекте мінекей. Осы көккөйлегіміздегі нағысылар, мінекей. Мына сәукелеміздегі моншақлар. Мына өмірде реңлі, мына мысалы мына моншақлар қызыл, көк, жылтыр болып тұрғаны реңлі болып, мына не деп айтады, мына өмірдің бір жаңағы қызықлы, har мәнісі, мағынасы бар мына моншақларымыздың амне. Мысалы мына қыз бала, ұл бала өмірде тағдырмен араласып келсін дегенде асқатығымен берсін деп айтады ғой үлкендерimiz. Endi ko'rganingizdek, hozir Qo'ng'irot, Nukus Qo'ng'irot yo'llari juda ham yaxshi, lekin Qo'ng'irotdan Mo'ynoqgacha yo'llari unchalik emas. Endi baribir bu taraf ham chet el turistlarni qiziqtiradi. Ular endi ekstremal turizm deb nomlanadi baribir. Endi komfort, o'shaman yo'lda ko'tara olmayman, bu 200 kilometr uzoq deganlarga samolyot ham qo'yilgan.